Ассаламу алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын винегрет салатын жасайтын боламын. Және де видеода керемет бір лайфхакпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Бізге қажеті піскен картоп, сәбіз, қызылша және де тұздалған қияр мен капуста, зеленый горошек, сұйық май және де дәміне қарай тұзымыз қажет болады. Ең алдымен тұздалған қиярымызды осылай 4 бұрыштап ұсақтап турап алатын боламыз. Одан кейін дәл солай картопымызды да тураймыз және де сәбізімізді де 4 бұрыштап турауды ұмытпаймыз. Келесі тұздалған капустамызды дәл солай 4 бұрыштап ұсақтап турап алатын боламыз. Және де керемет бір лайфхакпен бөлісетін боламын. Яғни доскаларыңыз бұлғанып қалмас үшін осылай пищевая пленкамызды керек мөлшерде алып, доскамыздың бетіне салып қоятын боламыз. Одан кейін қызылшамызды 4 бұрыштап ұсақтап турап аламыз. Дайын болғаннан кейін зеленый горошек және де дәміне қарай тұзымызды, одан кейін сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің винегрет салатымыз осындай өте керемет, тәбетті ашатындай өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.